Барлық мадақ Аллаға. Сабыр жақсылыққа жетелейді. Бір сөзге сабыр ете алмаған көп сөз естиді. Иман екі бөліктен тұрады. Жартысы сабыр, екінші жартысы шүкіршілік. Адамдағы ең ұлы, ең иманды нәрсе аяу мен кешіру қабілеті. Адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйкімсіздері шектен тыс дұшпандық жасаушылар. Қыздан туған бала да сол қауымның туысы болып саналады. Бір әйелге үйлену ниетің болса, алдымен оны бір көру теріс емес. Кімді Алла сүйсе, соған адамдардың ісін түсіріп қояды. Кім кімді дос тұтса, соған пейілін білдіріп қойсын. Бір әулеттің сыйлы адамы болса, оны сендер де сыйлаңдар. Күтушің тамақты өз үйінен жасап әкелсе, оны өзіңмен бірге дастарханға отырғыз. Егер бірге отырмаса, алдымен астан бір-екі асатып жібер. Әлде біреулеріңе қазылық тие қалса, ашу үстінде үкім шығармаңдар. Арызданып келгендермен тең бірдей қарым-қатынас жасаңдар. Жау жағынан әлдекім өз жанына сауға тілеп келсе, оны өлтіруге болмайды. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар. Өйткені ол барлық жамандықтың кілті. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңдар. Екі кісі бір кісіден жақсы, үш кісі екі кісіден жақсы, төрт кісі үш кісіден жақсы. Көпшілікпен бірге болғандарды Алла тура жолға бастайды. Екі түрлі адамға Алла хикмет күні рақым етпейді. Туған туыстарынан мүлдем қол үзіп кеткендерге және жаман көршіге. Алладан қорқыңдар және перзенттеріңнің бәріне бірдей мейірман болыңдар. Оларға киім мен тамақты тең бөліңдер. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып беріп, ізгілік жаса. Көп күлме, көп күлсең шын сөздеріңде қадірі кетеді.